Араб тілінен 23-ші сабақ. Әхлән ва сәхлән, қош келдіңіз. Енді әл-хиуар, диалогия. Әнә исми Қосим. Менің есімім Қасым. Енді бұл диалогта міне истәме тыңда ва фәм түсін дейді. Қосим. Қосим айтады: Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум деп амандасады. Али ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух деп жауап берді. Сосын Қосим айтады: Кайфа халука? Сенің жағдайың қалай дейді. Енді кайфа деген қалай, хәл деген жағдай, ка деген бұл ер адамға айтылады. Егер ки болса, онда әйел адамға болады. Яғни сен жағдайың қалай деп біз ер адамға айту үшін ка деп фатхамен қоюымыз керек. Кайфа халука? Сосын Али айтады: Бихойрин вальхамдулилlah. Жақсымын, Аллаға шүкір. Сосын Қосим айтады: Әнә исми Қосим. Менің есімім Қасым. Ва әнтә мәсмука. Және сенің атың кім дейді. Бұл жерде міне ка тағы да сенің, әнтә деген сен деген. Сосын Али айтады. Али айтады: Исми Али. Менің есімім Али. Мен әйна әнтә я Қосим. Сен қай жақтансың, әй Қасым дейді. Сосын Қосим айтады: Әнә мен Түркия. Мен Түркияданмын. Ва әнтә ма джинсиятука дейді. Яғни сенің ұлтың қандай дейді. Яғни джинсиятука дегенде джинсия деген ұлт. Джинсиятука сенің ұлтың қандай. Али айтады: Али. Әнә саудиюн дейді. Мен саудиялықпын дейді. Қосим айтады: Ташаррафна дейді. Танысқаныма қуаныштымын дейді. Али айтады: Ташаррафна бика. Сенімен де танысқаныма қуаныштымын. Қосим айтады: Иля лиқо. Кездескенше. Али айтады: Мағассалама. Амандықпен деп солай жауап қайтарып жатыр. Енді әнә исми Сәлма. Менің есімім Сәлма. Енді бұл әйел дегенде. Сәлма айтады: Собахул хойр. Қайырлы таң. Руқайя айтады: Собахун нур. Нұрлы таң. Сәлма айтады: Кайфа халуки болады. Көрдіңіз, халука ол ер адамға болса, халуки яғни сен жағдайың қалай деп айту үшін касрамен болу керек. Руқайя айтады: Бихойрин вальхамдулилlah. Жақсымын, Аллаға шүкір. Сәлма айтады: Әнә исми Сәлма. Менің есімім Сәлма. Ва әнти мәсмука. Сенің есімің кім дейді. Әнти сен деген әйел дегенде тұр. Мәсмуки бұл да әйел дегенде тұр. Руқайя айтады: Исми Руқайя. Менің есімім Руқайя. Мен әйна әнти. Көрдіңіз, әнти болады әйел адамға. Я Сәлма дейді. Ей Сәлма, сен қай жақтансың дейді. Сәлма айтады: Әнә мен Либия дейді. Мен Либиядамын. Ва әнти ма джинсиятуки дейді. Яғни сенің ұлтың қандай дейді. Руқайя айтады: Әнә мисрия дейді. Мен мысырлықпын дейді. Сәлма айтады: Әхлән ва сәхлән. Қош келдіңіз дейді. Руқайя айтады: Әхлән бика. Қош көрдік дейді. Сәлма айтады: Иля лиқо. Кездескенше. Руқайя айтады: Фи аманилlah. Алланың амандығында деп осылайша аяқтайды. Яғни бұл бізде диалог ер және әйел дегенге қатысты.